Балалықтың соңғы күзі. Хикаят. Бірінші бөлім. Автор Айзат Рақыш. Сәлем 8-ші сыныптың сылқындары мен серлері, перизаттары мен перлері. Онсыз да шулы сынып бөлмесіне арман екпіндей кіріп дауыстай сөйледі. Кеше ғана 7-ші сыныпта оқып жүрген жеткіншек едік, енді міне 8-ші сыныптың табалдырығынан аттап үлгердік. Бұл пәлсапаның иесі сыныптың әкімі Алтынай. Сен менің марқұм әжем сияқты сөйледің ғой, ол кісі маған кеше ғана туған тәрізді едің, сенің ержеткеніңді білмей қалыппын деп ақыл кеңесін ағытатын. Арман сынып басшысына келеме жауабын жұптап үлгерді. Арман, сенің атыңды кім қойса да қатты қателескен. Армансыз, талапсыз адамға Арман деп ат берудің еш қажеті жоқ еді ғой. Оқу озаты болғандықтан нашар оқитындарды өзін анағұрлым жоғары ұстайтын Алтынай дес берер емес. Таң атпай тартысып не болды? Сәлеміне түсі жауап бере салмайсың ба? Бүйірден жайына келіп қосылып, сыныптастардың тәжкесін тоқтатпақ болды. Сол аяғына тұрған мынау ғой деп, Алтынай адуынды жүзбен партасына жайғасты. Мынау емеспін, Арман Шорманалы деп айтсаң дұрыс болады. Арманның бұл сөзіне оқушылар ду күлісіп басылды. Орындығынан төмен басқан Арман сөмкесінен оқу құралын тездетіп ала қоймады. Мұғалімдерді айғайға бастырып барып, оқу жабыдығын әзер түгендейтін Арман ғой бұл. Сөмкесін ары-бері ақтарып, қаламын таппай, күнделігін алып шықты. Зындан сөмкеде күннің көзін көрмей, қалам сиясын сезбей, ұзақтау жатып қалған күнделік Арманға ешқандай ақпарат бере алмады. Қай сабағы екенін білмей, басы қатқан Арман артына бұрылып, қазіргінің сабағы деп дүңк етті. Алмапайдың сабағы деп кербез күнделігіне қарамастан тақ ете қалды. Сол құрт құмырсқаның қаншайымынан құтылмайтын болдым-ау. Тағы да жәндіктерді суретін салып, бақашаяның шиққарын ақтарамыз ба? Мен сен апайға айтам, ол кісіні құрт құмырсқаға теңеп, сықақ қылғаныңды жеткізсем, басың бәлеге қалар. Әрі қазір биология емес, химия деген сабақ болады. Кербез тоқтаусыз оқ жаудырған пулеметтен бетер кідіріссіз сөйлеп кетті. Химия? Биологияны жек көріп жүргенде, енді химия дейтін қиын бастала ма? Менің бағым бір ашылмады-ау. Арман партасына етпетінен жата кетіп, қалтасынан ескілеу ұялы телефон алып шықты. Әришөк, телефоныңды берші, мен біраз ойнайын, одан басқа айлансар іс таппай тұрмын деп Диас Арманға төніп келді. Әришөк емеспін, мен Арманмын, жалғыз ұл болам өзім Шорманның. Арман анасының еркелетіп айтатын есімінен ұялып қалып, тек тұрмастың амалын жасап, тақпақтата жөнелді. Егіз ұйқасау шамасы деп Диас кекетіп қойып телефонға жармасты. Балалар, бәрің бері қараңдар. Арман ертіс жағалап, дионадай айдалада түнеп жатқанда жыңғалып кетіпті. Бет алдына сөйлеп, есінен ауса бастапты деп Алтынай жайма базарда тұрғандай жар салды. Жыңғаққан жоқ, әуеле келіп аузыма түкірген. Өз-өзімнен тіліме жыр жолдары оралып, көңілімде белгісіз бұлбұлдар сайрайды да тұрады. Арман әдетінше Алтынаймен сөз жарыстыра жөнелді. Арман, сен ертістің жағасында бейітте түнепсің ғой, сол кезде түсіңем. Жеті басты айдақар кірген шығар. Арман, сен қараңғы түнде ертіс орманында жалғыз қалғанда қорқыныштан ұлып қасқырлардың зәресін алыпсың ғой, рас па? Әришөк, құм жастанып, маса шіркейді азық еткенің ел аузында аңызға айналып кеткен. Аңыздағы ақиқаттың алар салмағы қанша? Диас телефоннан басын көтеріп, сыныпқа естірте арындай сөйледі. Арман, тоғайдың арасында тентіреп жалғыз қалғаныңда алдымен қай мұғалімнен кешірім сұрағың келді? Арман, бұл шуды әлде бір әдіспен тоқтатпаса, көкіге қаларын сезген Арман жан алқымға келіп, орнынан атып тұрды. Табиғат тау бесік деп шығарма жазатын мына сендер емес пе едіңдер? Енді мен сол табиғат бесікте бір күн тербетілген екенмін, оған несіне сонша даурығасыңдар? Сынып бөлмесін күлкі басты. Бірі ішін ұстап, аунап жатса, енді бірі аузын бастап кемпірлер де кемсеңдеді. Аузын басып күлуді әсіресе соңғы кездері қыздар жағы тегіс әдетке айналдырған. Ұлдар ересек жігіттерге ұқсап қарқылдай күлісті. Жалғыз Алтынай ғана езу тартпады. Әумесер деп шаңқ етті де орнына отырды. Арман оның бұл сөзін жауапсыз қалдырды. Жазғы демалыста отбасында орын алған сол бір күн бір айдан астам уақыт өтсе де көңілінен кетер емес. Ғажабымен есте қалса бір сәрі ғой. Сол күні кермектана атқан жаздың таңы кербезеңе батқан болатын.
Батқан күннің берекесін тілемей жүрген анасы Сәнімай Арман мен қызы Гүлімайды кешкі дастарханға шақырды. Түсте үйден шығып кеткен отағасы Шорман әлі оралмады. Соған ала көңіл болған үшеуі астарын алаңсыз іше алмады. Алаңдамай қайтсын. Мына тылсым тыныштықтың ар жағында ақыруға дайын тұрған албастының жасырынғанын үшеуі де жақсы білетін. Сондықтан көңілдерін әр нәрсеге алдандырып, іштей тынышталғылары келді. Түн болды. Аппағай қасқайып, түнгі даланым нұрына бөктіріп ақ тұрды. Дегбірі қашқан екеуі терезеден табиғат сұлулығын тамашалап тұрмаған еді. Отағасының қалай ораларының аңысын аңдыған амалдары болатын. Кішкентай Гүлімай күні бойғы ойыннан сілесі қатып, лезде ұйқыға шомды. Апа, әкем бүгін сау келетін шығар. Уайымдамай ұйықтай беріңіз. Мен кино көріп отыра тұрайын, деп Арман анасын ұйқы аулына аттандырмақ болды. Әкең осыншама уақыт қайда жүр? Ана бір азғын достарына барып қосылмас егеді, деген анасы ішкі уайымын жасырмады. Апа, сіз әкемнен қорықпаңыз. Ол сізге қол көтере алмайды. Мен қорған боламын. Қорғап қаламын анашымды, осы өмірдегі дара панашымды. Құлнымай, сен әлі кішкентайсың. Білесің ғой, әкеңнің әлегің. Ішімдігінен тыйылар деп үміттеніп күтумен жүрмін. Сендерді әкесіз өсірмеудің қамы ғой менікім. Анасы қамқорси сөйлеген ұлын бауырына басып, күн иісі сіңген шашынан иіскеді. Осы сәт сыртқы есік шалқасынан ашылды. Күйеуінің қандай күйде екенін Сәнімай айтқызбай-ақ аңғарды. Тағы да шынды суға тойып алған Шорман төрге озбай жатып айғайға басты. Ей қатын, неғып ұйықтамай отырсың? Мен аңдыған түрің бе? Әлде күткен біреуің бар ма? Шорман балалардың мазасын алмай ұйықтап қалшы. Мен ұйықтатып тастап, сен өзің қайда барайын деп едің? Ақымақ, мен ұйықтайды деп тұрмысың? Қос бұрымыңды төгілтіп, кімнің көзіне түсе алмай отырсың? Айғайлама, Гүлімайды шошытасың. Менің бұрымымда нең бар? Шорманның күткені де осы еді. Әйелінің жанына жалма-жан жетіп келіп, бұрымын қолына орап алып, есікке қарай сүйрей жөнелді. Сәнімайдың жаны көзіне көрінсе де, тістеніп үнін шығармады. Тек Арман шамасы келгенше шырылдаумен жүрді. Әке, босат деймін, босат апамды, ауырды ғой шашы, жұлдың ғой бәрін, жібер деймін. Ей күшік, шешеңмен бірге жаныңды жаһаннамда аттандырайын ба? Неге сен маған мен сияқты сырбаз болмай шешеңе тартып, менімен аразы болып жүрсің? Құрғыр шешең күні бойы мені жамандап маған қарсы қойған ба сені? Ешқашан балаларды саған қарсы бағыттаған емеспін. Жібер шашымды. Сендей күйеуім болғанша жесір өткенім артық еді. Сәнімай шашын түбінен уыстай ұстаған күйі тіс арасынан ыстықтата сөйледі. Баяғыдан осыны айта алмай жүр екенсің ғой, албастым. Менен ажырасып, кімнің түтінін түтетейін деп едің? Мә саған. Әйелін жұдырықтың астына ала жөнелген Шорман ұлын бір шетке оп-оңай ығыстыра салды. Арман анам жұдырықтан өп кетеме деп қорқып, жан-жағына жалтақтай қарап, қолына ілер зат таппай қарманды. Сол сәт көзіне шанышқы ілінді. Жандармен дегенде шанышқыны алып, әкесін ту сыртынан ұрғылай бастады. Баланың қауқарсыз қолдары аса қатты соққы болып тимесе де, Шорманға батып кетті. Ол әйелін тастай салып ұлына шүйілді. Ей, есер соқ, менен тусаң бұлай сыртымнан ұрғыламас ең. Сен менің балам емессің, сен мына есі ауысқан шешеңнің ұлысың. Сөйтті де, ұлын қолынан алып, шешесінің үстіне тулақ лақтырғандай тастай салды. Азан-қазан айғайдан шошып оянған Гүлімай жүгіріп келіп, ештеңе түсінбесе еді, титімдей қолдарымен анасын қорғаштай берді. Үй іші аналы-балалы үшеуінің зар-жылаған дауыстарына толып, естігеннің есін кетірердей, күйігіні болып бебеу қақты. Шорман масатты жүзбен темекісін шегіп, үпір-шүпір болған ұлы мен қызына назар аудармастан көңілдене әндетті. Ақтаң сол күні қорғансыз шөге ат бастай көрініп, зорға дегенде қылаң берген еді. Таң атам, сынған ыдыстарын жиыстырып, үйдің ішін реттеген анасы түк болмағандай шаруасын қамдап кетті. Арман анасының жанында жүріп, онымен ашық сөйлесуге бел буды. Апа, қашанғы бұлай бақытсыз болып жүре береміз, ұлым-ау. Бақытымыз менің қолымда тұрма, маған салсаң, әкеңнің арағын
қойдырып баяғы сүттей ұйыған қалпымызға қайта оралар едім-ау. Апа, мен есейдім. Енді әкемнің тепкісін көріп, жігерін жастықым келмейді. Оның таяғын жеп, жаным мен тәнімді жар еткім келмейді. Сонда маған не істе дейсің? Апа, әкемнен ажырас. Ол жоқ болса, жақсы өмір сүреміз. Жоқты айтпа. Ағайынның арасында отырып, қалай ажыраспақпын? Ондай тіпті ойлаушы да болма. Жауабың осы ма, апа? Әр күнімізді қорқынышта қалтыратып, таңымызды таяқпен атыратын ондай әкенің маған керегі жоқ. Онда жақсы әке тауып ал. Саған кім керемет әке дайындап берер екен? Анасының сөзінен ажырасу деген амалдың исі де болмайтынын білген Арман ертіс орманына жүгірді. Ұшар басы желмен шайқалған тоғайларға мұңын айтып, балалық көңілі бақыт шаттықтан қайтып, ақыры жылай-жылай солығын басып, елсіз далада түнеп қалған болатын. Елсізде шақылдаған жылқышы құстың даусында ес көріп, өзі бірнеше рет қайталап көрген кинодағыдай, сол орман алаңқайында сансыз жыл жалғыз өмір сүруге серт етті. Алайда ойлағаны оңынан келмей, ертеңіне Робинзон Крузодай әрекет жасауды бастаған Арманды атқа мінген әкесі келіп, лақ құрлы көрмей, өңгеріп, үйіне алып қайтқан. Енді арақ деген ақыл естен айырар, мәжнүн судан ішпеуге сөз беріп, Шорман үй үшін кезекті рет алдаусырату айласын жасаған. Шорманов, негесіңнен танып отырсың? Жазғы 3 айлық демалысты қимай қалған қалпың ба? Алма әлденеше мәрте есімін атап, тақтаға шақырса да, естімеген жанның кейпінде отырған Арманға қарап, шарт етті. Кешіріңіз апай, тақтаға шықсам бекен, әлде тауға шықсам бекен деп ойланып отырмын. Тауға шығу саған қол емес, тақтаға шық. Мұғалима даусынан Арманның сөзін жақтырмай қалғаны анық білініп тұрды. Тақтаға шыққан шәкірті ұстазының осыған дейін түсіндірген тақырыбының шетінде қаужай алмады. Ол кезде Арман өз әлемімен әлектеніп отырған еді. Қонжитып екіні қойған Алма Арманға оқты көзімен ата қарап, ертең сабаққа кеңдертіп кел деп суық әмір етті. Сілді бұйрықты жібіткісі келгендей без етіп қоңырау соғылды. Қоңырау үні зарықтырған бостандықтың бебеуі деп Арман тысқа атылды. Екі алғаны есінен шығып, көк аспанға тамсана қарап, талма көкте қаздай тізілген ақша бұлтқа қолын созды. Өзге оқушылар ауыл жұртына жаңалық болып енген қалта телефон үлгілерін салыстырып, ең озығын бағамдап тұрды. Күзгі күннің жылы лебі бетіне тиіп, жанар жұмылып қалған Арман сол күйінде 1-2 адым аттады. Көз алдым, қызылды жасылды сәулелерге толып, өзгеше бір нұрлы әлем есігін әне-міне ашардай жүрегі алқынып ақ кетті. Кенет қарсы алдындағы әлдекімге соқтығысып барып тоқтады. Көзін ашты. Алдында бетін шимай әжім басқан, мектеп қақпасын асыға ашқан бір әжей тұрды. Өзі жалғыз емес, жанында бір қыз бар. Бұл мектепте көзін жұмып алып оқитын беді, деп әжей өзіне қақтығысқан Арманды жақтырмай күңк етті. Сәлеметсіз бе әжей, көзін жұмып, мейлі ашып, әйтеуір оқиды бұл халық. Қош келдіңіз. Мектеп басшысы өзінде ме? Кабинетін нұсқап жіберші. Әжей өтінім емес, бұйырып тұрғандай сөйледі. Жүріңіз, мен ол кісінің жақсы танимын. Соңымнан еріңіз. Арман жолбасшы болып алға түсті. Әжей директордың бөлмесіне кіріп кетіп, көп замай қайта шықты. Есік көзінде тұрған Арманға қарап, өзің бір жақсы бала екенсің, жыға тани алмай тұрмын, кімнің баласысың деді. Сәнімайдың ұлымын деп Арман даусын сәндетіп. Сәндемей қайтсын, әжейдің қасындағы қыздың мөлдіреген жанары Арманға аса жылы көрініп, өзіне тартып барады. Әкеңнің аты неге айтпайсың? Әжей тергеп қояр емес. Әкемнің есімі тым ұзақ, айтуға қиын деп Арман мұрын астынан маңқ етті. Солай де, өзіңнің атың қысқа шығар. Атым Арман деп Арман сергек сақшыдай сақ ете қалды. Онда менің немеремді 8-ші сыныпқа апарып. Әжейдің айтқаны екі болмады. Арман қыздың алдына түсіп, сынып бөлмесіне ертіп әкелді. Жол бойы томаға тұйық қалыпта тіс жармаған қыз сыныпқа кірген соң да ақтарыла қоймады. Достар, Бекзат ағай қайдан? Біздің сыныпқа су жаңа оқушы келді деп Арман ұран салды. Арман, бұл сенің арманың емес пе? Қойшы, біздің ауылдың тұрғындары көшіп кетпесе, көшіп ешкім келмейтін анық. Арман, бұл сенің
қиялыңдағы перизатың емес пе? Өзінің көзі тіптен маржантастай мөлдір екен деп Диас сыныптастарының талқылауын бір түйіп қойды. Өздерің көріп тұрғандай, бұл арман да елесті емес. Шындық өмір осы. Біздің сынып сулары тағы бір періге толғатын болды деп Арман су жаңа сыныптасына орын ұсынды. Әрине өзінің жанынан. Осы кезде мәселеге сынып әкімі Алтынай араласты. Қош келдің құрбым. Қай мектептен, не себепті келдің? Үлгерімің жақсы ма? Алдымен атын сұрамайсың ба? Тергеушіден бетер терге жөнелгеніңді төрден орын бермейсің бе? Сен де қазақ дейді. Арман, сен жайың отыр. Қазақылық дегеннен сен не түсінуші едің? Ал сенің есімің кім? Перизат. Мен бүгіннен бастап әулие деп атаңдар. Жаңа ғана қызды Перизатқа теңеген мен емес пе едім деп Диас өз сөзінің шындықпен сай келіп қалғанына даурға жөнелді. Иә, біздің сыныпта бір жын бар. Енді соған бір әулие қосылуы заңды құбылыс деп кербез айнадан жүзін ала берді. Перизат орнында үнсіз отыр. Жайна жетіп келіп өзімсіне сөз бастады. Танысып қояйық, менің атым Жайна. Біздің сыныпты сырттай қарап шошып отырсың ба? Негізі біздің ұлдар аздап тентек болғанмен, өздері шеттерінен парасатты жігіттер. Қыздар да өзара ұйымшыл, сондықтан жаңа ортаға сіңісіп кету жағынан уайым жемесең де болады. Жайна, сен Перизатқа құдайы көршісінің жылмен жақын екенін айтып ескертіп қой. Артық болмас білгені. Алтынай Арманға қатысты әлденені тұспалдап кекете сөйледі. Алтынай, қашанғы Арманмен жұлдызың қарсы келе бересің? Соншалықты ол саған нендей жамандық істеді? Несін қызғанасың? Жайна, мен оның ештеңесін қызғанбаймын. Оның кісі қызығарлық несі және кімі бар? Маскүнем әкесіне қызғаныш білдіремін бе? Менің әкем кәсіпкер, ал оның әкесі? Алтынайдың сөзін аяқтатпаған Арман оны бар пәрменімен итеріп қалды. Бейқам тұрған қыз артындағы партаға құлап шалқасына түсті. Жердегі қан тамшыларын көрген оқушылар шу ете қалысты. Шүйдесін ұрып алған екен. Басқа пәле тілден деген осы екен ғой деп Диас мектеп медбикесінің кабинетіне қарай ұша жөнелді. Арман Алтынайдың жанына үйірілген оқушыларды жасты көзімен бір шолды да сынып жетекшісі Бекзат ағайдың үйіне қарай жүгірді. Ию-қию сезімдер арпалысында қалай жеткенін байқамай да қалды. Күткендей ұстазы мектепке жиналып жатыр екен. Ескертусіз келген оқушысын көріп аңтарылып қалды. Арман, жайшылық па? Жоқ ағай, тезірек сыныпқа жүріңізші. Тосын оқиғалар тым қаптап кетті. Арман алқына сөйлеп жас жуған бетін басып өксіп жіберді. Ол нендей тосын оқиға? Тосыннан қаптап кеткен. Не болды? Сыныпқа жаңадан бір оқушы келді. Жыламсыраған дауыспен сөйлеген Арманға ұстаз таңдана қарады. Соған бала жылау қажет пе? Сосын мен Алтынайды итеріп жіберіп, қатты құлатып тастадым. Оның басынан қан ағып жатыр, ағай. Мына сөзден кейін Бекзат аял тұтып тұрмады. Екі өкпесін қолына ала мектепке қарай жүгірді. Келген бойда Алтынайды іздеді. Сымсыз телефон мен сымды телефон бірдей іске қосылып, Алтынайдың шешесі мектепке бұдан бұрын жетіп үлгеріпті. Мектеп медбикесі Алтынайдың жарасына йод жағып жұбатып отыр. Алтынай, қалың қалай? Еш жерің ауырмай ма? Бекзат қызға төніп келіп, жол бойғы қорқынышын сейілтуге асықты. Жоқ ағай, қатты ауырып тұр. Ана Арман мені аямай құлатты. Менің жолым үзіліп кетуде мүмкін еді ғой деп Алтынай еңіреп жіберді. Оқушының халі қалай екенін ең соңғы болып білесің. Сен өзі қандай мұғалімсің? Біз саған баламыздың өмірі мен денсаулығын сен тапсырып едік. Ақыры мынандай оқыс оқиға болдым. Жауап бересіңдер бәрің әлі. Жүр директордың бөлмесіне. Осы мектептің екеуіңнің біреуіңді бездіріп жібермесем, күлқаш атам құрысын. Мананы қара. Алтынайдың анасының аты Күләш емес екен. Бізге анам әнші Күләш Бәйсетовамен аттас деп мақтанатыны бекер екен. Күлқаш деген сүйкімсіз есім ғой деп кербез Жайнаға сыбырлап үлгерді. Күл де қаш, текке тұрмау деген сөз ғой ол. Құрбосқа топтанбай сыныпқа барайық. Перизаттан ұят болдым. Қасқырдың бөлтіріктеріне тап болдым ба деп үрейленіп отырған шығар. Жүріңдер деп Диас қыздарды соңынан елестіріп сыныпқа беттеді. Қалғандары тергеу тексеру жұмыстарын жүргізу үшін директордың кабинетіне қойып кетісті.
Төлетіңіз, Күләш апай. Жағдайды естідім. Алтынайдың өміріне төнген қауіп жоқ. Сондықтан біраз сабағыңызға түссеңіз, бәрімізге жақсы болар еді деп басшы Күлқашты Сары алтын сабырға шақырып көріп еді, әрекеті сәтсіз аяқталды. Мен мектепке қызымды оқысын деп жібердім. Қайдағы бір сүмелектің сотқарылынан таяқ жесін деп жіберген жоқпын. Өзім алақанымда аялап, дегеннің бәрін жасап жүрген жалғыз қызым қан жоса болып, әбден әлсіреп қалыпты. Мектеп деген осындай бола ма? Бекзат сөзін бөлмегенде, Күлқаштың тағы нені айтып, айға қолын білері белгісіз еді. Апай, мен сізді түсініп тұрмын, бірақ сіз де шектен шықпаңыз, бәрімізге бірдей тіл тигізіп тұрсыз. Оқиға Алтынайдың Арманның әкесін айтып, кемсітуден басталған. Сол оқиғаның өзіңіз ары қарай өрбітпеңіз. Арман да біреудің баласы, қазір оның да анасы келеді. Сонда мына жер сот залына айнала ма? Ашуыңызды басып, ақырын сөйлеңіз. Сен университетті кеше ғана бітірген шикөкпе мені осы ауылдағы білдей кәсіпкердің үйретейін деп тұрсың ба? Маған ақыл айтудың соңы не боларын сен білмей тұрсың. Күлқаш аш қорқытуға кірісті. Апай, кешіріңізші, мен Алтынайды жек көрмеймін, бірақ намысыма тиіп қатты тілдеген өзі, сосын осылай болды. Ал Бекзат ағайдың еш кінәсі жоқ деп Арман мұрны бітіп мақылдай сөйледі. Қазір сенің шешең келеді. Ана албастыдай әкемен бірге сендер жер аудартып жібермесем босыдан. Алтынай анасының бауырына тығыла түсіп, жас болмаса да көзін сүрткенсіді. Сөзге директор араласып, адуында елді тиісінше сөйлеуге шақырды. Оқиғаның неден басталғаны бізге мәлім, яғни Арманмен бірге Алтынайда сол жайтқа жазықты. Сыпайылық шеңберінен шығып, Арманды тілдеген Алтынай, оған жұдырығала жүгірген Арман, екеуі де бір кісідей айыпты. Сондықтан да мұны балалардың көзінше емес, түгіл үлкендер қатысында байсал түрде талқылайық. Күлқаштың жел шыққан доптай мысы басылды. Алтынай үйіне, Арман сыныпқа кетті. Бұл оқиға Арманның анасының Күлқаштан кешірім сұрап, жаздым, жаңылдым деумен тынды. Тек Шорман ғана ұлының бетіне шіркеу болып, оның намыстан өртеніп жүргенінен хабарсыз күйде бөтекесін бөктеріп, ескі достарымен қайта табысты. Алтынайды бір күндік сыбағасынан құр қалдырған Арман келесі сабақтарға қатысты. Тек жаңа көршісіне жүзін емес, сыртын беріп отырды. Мұнысы ұялғанның белгісі. Ұялып отырып, Перзатқа барлай қарап та қойды. Ол ешкіммен ісі жоқ, жайбарақат күйде тұр. Мүмкін бәрі ішінде болар. Әйтеуір Арманға айыптау жанарымен қарамады. География сабағы еді. Бұл сабақтың қожайыны Бекзат. Өскемендегі университетті жақсы тамамдаған ол, дипломмен ауылға бағдарламасымен осы ауылға жол тартқан. Туған ауылына іргелес бұл шеңгелді жас маманды қуана қарсы алды. Неге десеңіз, географияда мұғаліміміз жоқ, келемін деп құлшынған тірі жан табылмады. Көктен іздегендер жерден табылғандай, директор жассың деп жерге қаратпастан, бас бол деп 8-ші сыныптың жетекшілігін де берген. Міне, бір айдан бері Бекзат өзінше бір соны мәнермен әр оқушының жанына, жүрегіне үңілумен жүр. Бұл ретте тәжірибем жоқ деп таусылмай, өзінің адам тану қабілетіне көбірек сүйенеді. Сөйтіп бүгінгі сабағын бастап кетті. Қалдарың қалай, бүгінгі заманның жұлдыздары? Ағай, бізде бір ғана жұлдыз бар, аты Арман деп кербез. Тағы бір әңгімені бастай бергенде жас ұстаз тосынан тыйып тастады. Құрметті оқушылар, өз-өздеріңді, сосын бір-біріңді сыйлаңдар. Біреуге ат қойып айдар тағуға келгенде алдарыңа жан салмайсыңдар. Одан да үй тапсырмасын тексерейік. Сен бүгінгі сабаққа не дайындап келдің, кербез? Ағай, мен контур картамды Алтынайға беріп едім, өзіңіз білесіз, ол отыр, кербез. Сыныпқа сылтау таптың. Келесі сабақта тағы қайталап сұраймын. Ағай, мен айтайыншы, ағай, мен дайымын. Бекзат ағай, мен дәптерімдегі ұмытып кетіппін. Диас, оны несіне шүйіншілеп отырсың? Жарайды, дәптеріңді ұмыт қалдырған екенсің. Дегенмен, басың өзіңде ғой. Үй тапсырмасын орындаған болсаң, түсінгеніңді өз сөзіңмен баяндашы. Дәптермен бірге білімін де ұмытып кеткен Диас
қулыққа көштім. Ағай, біз ата дәстүрді ұстап отырған ауыл қазағымыз. Қонақ кәде деген салт бар ғой. Сол дәстүр бойынша бүгінгі сабақта қонақ болып отырған Перизат білімін байқатсыншы. Ол келгелі дауысын естіген жоқпыз. Я ағай, өтінеміз ағай, сіз жақсы ағайсыз ғой. Тұс-тұстан жамыраған дауыстар Бекзатты айтқандарына көндірді. Перизат орнынан баяу көтеріліп, бір әріп түспеген жаңа дәптерін сипалай берді. Ағай, мен қандай сабақ екенін білмей келдім. Ендігі сабаққа тас түйін болып дайындалып келемін. Бұл сөз оқушыларға ерсі естіліп, сыныптың әр бұрышынан күлкі бой көтерді. Неге күлесіңдер? Өздерің жаңа ортаға бара сала білім жарыстырып бедіңдер? Ауылдың алтауызы айтылмай жатып, қонақ кәде сұралмайды. Арман Перизаттың қалын жеңілдетіп, халық дәстүрінің мән жайын тәптіштеп түсіндірді. Міне азамат, менің бағанадан бері күткенім де осы еді. Ел дәстүрін әркім өз пайдасына қарай бұрмалай берсе, ата жолы көмескіленіп кетпей ме? Диас сасқан үйрек артымен жүзедінің керін келтірді. Дәстүрдің тонын теріс айналдырды. Ал Арман білгірлігін көрсетіп, салттың теріс тонын оңынан қайта кигізді. Рахмет Арман. Ал Диас, ит тапсырмасын баяндашы. Айтарға уәжі қалмаған Диастың дегбірі қашты. Ары-бері бұлтақтап, ақыры білгенімді ұмыттым деп бақырайды. Ұмыт қалған білімді жайна бастаған топ жаңғыртты. Ағай жаңа тақырыпты қызықты сипатта түсіндіріп алып кетті. Қарт мұғалімдерге Бекзаттың бір айырмашылығы басса бекі қоймайтыны, салған жерден айғайға баспайтыны. Түгенделмеген тапсырмаларды орындауға қосымша уақыт беріп, оқушысын қайталап сынайды. Тіпті нәтиже көрсетпесе, астарлы тілмен ұялта сөйлеп, қарыссың деп әр сабақта қамшылап бітеді. Қарсынан құтылу сол оқушы үшін жазылмаған заңға айналып, соңынан тапсырмалар тізбегі азайып, қарыз өтелей бастайды. Бұл жайды оқушылар өздерінше топшылайды. Қартаң мұғалімдердің жүйкелері тозған, сондықтан олар бірден екі қоя салады. Оқушыға қосымша уақыт бермейді. Ал Бекзат ағай жас, жүйкесі орнында, сол себептен де ол оқушыға көп уақытын арнаумен тым терең көңіл бөледі. Ауызша сабақтарды жаны сүйетін Арман Бекзат ағайдан жақсы деген бағасын арқалап үйіне қайтты. Бір қызығы сол, Перизатпен жарты жолға дейін бірге келді. Одан әр нәрсені бір сұрап әңгіме айтқасыды. Жартымды жауап ала алмаған соң, тәкаппардың көңілі көктен биіктеп, бала би қалай танышпандықпен айтқан деп, бабалар ұлылығына бір тамсанды да өз жолымен кете берді. Үйге келген Арманды кішкентай Гүлімай қуана қарсы алды. Ағасының сөмкесін бір жағынан көтерісіп, оған өзі марқайып қалды. Бірақ анасы жылы қабақ танытпады. Түйілген қабақтың астарында не жасырынғанын Арман жақсы білді. Тек ақталуға сөз таппады. Әкеңнің әдеті жұққан ба? Шай үстінде басталар қазақтың әңгімесі Арман үшін осылай ақтылды. Жоқ апа, мен көпшіліктің алдында намысын қорғайдым. Бар болған сол ғана. Намыс бір жұдырықпен қорғалама. Әрі қыз балаға қол көтергенің жарамады. Намысты шабақтай берсе, оны түрлі тәсілмен қорғауға болады. Ал мен Алтынайға қол жұмсаған жоқпын. Жай ғана итеріп қалдым. Өзі де құлауға дайын тұр екен. Сылқия салды. Қата тимей бата тисе қайтесің? Құдай сақтасын. Қордақтан қомағайлана асаған Арман Құдайын аузына алып, қылғына жұтынды. Құдай қашанғы сақтай берсін. Бүйтіп шулата берме. Онсыз да әкеңнің қылықтарынан жүйкем тозып, жұқарып барады. Сенің алмеселіктеріңді көтерер шамам жоқ. Шешесі сұлық отырды да қойды. Гүлімай мен апасы, тамақты дұрыстап ішіңдер, әйтпесе ауырып қаласыңдар. Жақсы ас тұрған жерде жаман ауру тұрмайды. Қане, менің тентектігім үшін мына қордақты тауысып жеп қойыңдар. Арман құттықтау сөздің әуеніне салып, анасын күлдірмек болды. Алайда анасы оңайлықпен жымия қоймады. Сұсты жүзбен кеңесін жалғастырды. Мына заман құйтырқылардың айдарынан жел есірген заман. Құдай біреудің жаласына сақтасын, біреуге таяқ жегізгенше өзіңнің тепкіренгенің тәуірме деп ойлап қалдым бүгін. Бүкіл мұғалімдер болып, ана күлқаштың арын әрең басты.
Өмірі ешкімге жөнсіз иілмеп едім. Сен үшін кешірім сұрадым. Бұл жағдай енді қайталанбайтын болсын. Келістік пе, ұлым? Я, апа, мен түсіндім. Мен ешкімге жұдырық жұмсамаймын. Басқалар мені тепкілеп жатса да, бас көтермеймін. Менің ендігі ұстанымым, сен тимесең, мен темен, бадырақ көз. Аға, сенің көзің расымен бадырақ қой, шарасынан шығып тұр. Я, апа, деп Күлімай бір әзіл тастады ортаға. Күлімай, сен мақамат еді түгіл, жай сөздің өзін әрең түсінесің. Сол үшін мына сөзіңе болы ашуланбай қояйын. Арман ересектігін байқатып, қарындасын еркелетіп қойды. Жас өспей ме, жарлы байымай ма деген. Әлі-ақ сенімен мақал жарыстыратын болады. Анасы бұл сөзді біртүрлі өзін жұбатқандай баяулата айтты. Отбасылық тәрбие сағаты аяқталып, әркім өз міндеттерін атқаруға кірісті. Кеш батты. Күзгі кеш алдағы қыстың қабаршысындай жапырақ біткенді қалдыратты. Дәурені өткен жаздың ақырғы деміндей әлсіз жылы леппен табиғатты жұбаттым. Табиғат суретші төңіректі тегіс сары түске бояй қоймаған. Ертіс орманы қызыл түспен құбылса, ауылдың жаны көмескі сары реммен ерекшеленеді. Сағағымнан үзілмей үлбіреп тұра берсем ғой шіркін дегендей тоғай жапырақтары арманда кетіп жерге құлап жатты ақырып. Арман күз мезгілін ұнатпайтын. Ол үшін күз белгісіз бір қоштасудың аяқталған әннің белгісінде көрінетін. Неге екенін өзі де толық бажайлай алмастан, күз келгенде аты жөні анық емес мұң сезіміне боялдыратын. Мына айналасындағы сары түс оны балалық шақ ауылынан біржолата бездіріп, есейе шағын келді деп емеурін танытып, қоштасу күйінің бабын келтірді. Иә, Арман биылғы жаз көп есейді, ойламаған жерден ес жиды. Оны балалықтан бірден қол үздірген әкесінің тентек суға үйірсектік еді. 2 жылдан бері аяғасы осы дертті тілеп алған әкесі балаларына қамқорлық жасаудың орнына тапқан тиынын араққа жұмсайды. Үй тірлігінде адыра қалдырды. Сонда еркек кіндіктіден жалғыз Арман есеме қайтсын. Күн өткен сайын артып бара жатқан ана күрсінісі, әлі бүлдіршін қарындасының әкесіне еркелеп емес, үркей қараған келбеті Арманды балаң бейнеден арылтты. Балалығының соңғы жазын, ересек өмірінің алғашқы күзін қарсы алып тұрған өзі де байқамаған Арман анасын тек шаттыққа шомдыруға өзіне өзі сөз берді. Қуанта алсам анамды, күлдіре алсам әманда, онда мен адаммын деген өзіндік қағидасын мықтап ұстанған Арман кеште болса сабағын дайындауға отырды. Химия мен алгебраны ары-бері аударыстырып, тісі батпай жауып бір шетке қойды. Қазақ әдебиеті оқулығын қолына алып, шіркін әдебиет деп тамсанып мұқабасын сипады. Осы пәнде Арман айрықша айбынданып, ажарланып кететін, жаны сүйетін сабағы болғандықтан ешқашан дайындықсыз бармайтын. Бүгінде сол сыйластығы мен үй жұмысын ашты. Раушан апайы бұқыра жыраудың тілек толғауының ізімен өлең шығарып келуге тапсырма берген. Арман саса қоймады, қаламын қолына алып, ой түкпіріндегі сезімі мен арманын астастыра жөнелді. Бірінші тілек тілеңіз, суық сөзге сенбеңіз, тыныш болсын ел іші, арандатуға ермеңіз. Екінші тілек тілеңіз, еңбектен қол үзбеңіз, жалқау адам жарымас, текке дүниені кезбеңіз. Үшінші тілек тілеңіз, шайтан суды көрмеңіз, темекінің түтінін тоқпасар деп білмеңіз. Үш тілегің үйедіп, дұшпан біткен күйініп, ел баласы бола біл, досың қалсын сүйініп. Арман жазуын доғарды. Өз жазғаны өзіне аса ұнай қоймаса да, қайта қарап шығуға шамасы келмеді. Ұйқы дұшпан дегеніне көндіріп, өз әлеміне азғырып алып кетті. Арманның тілек толғауы параққа жазылған күйге қала берді. Таңертең ұлын оятуға кірген анасы таңданып қалды. Арман сергек күйде дәптеріне қисық-қисық әріптерін әлінше әдіптеп ақ отыр. Балам, қашан тұрғансың? Анасының үнінен үлкен марапат сезген ұлы қағаздан басын көтеріп, апа, түнде аяқтай алмаған толғауымды жұмыс дәптеріме жазып отырмын. Таңертең миымда жақсы жұмыс істейді екен, деп еркелей сөйледі.
санамай жақындап келіп қырағы көзімен дәптерді шола қарады. Тағы да шайтан судың сорынан құтылсақ деген бала тілегі ана жүрегін сыздатып жіберді. Ұлына білдірмей бір күрсінген ана: жақсы жазыпсың, ұйқасы да бар, тәрбиелік мәні де терең екен деп демеп қойды. Алғашқы бағасын анасынан естіген Арман жазуын жамыраған қозыдай жайып жіберіп орнынан түрегелді. Апа, мен үлкен жігіт болғанда темекі мен арақ дегеннен айналып өтемін. Өзіңіз әлі көресіз, тәртіпті жігіт болып, сізді асыраймын деп анасына құшағын жайды. Бір жағынан қысқан Құдай, басқа ретте қолдаса егеді деп күбірлеген анасы ұлының бетінен мейірлене сүйді. Аналы бадалы екеуі таңғасқа отырды. Бұл кезде Шорман шарба қамын естен шығарып, қамсыз ұйқыда жатқан болатын. Апасының тәтті тоқашы мен қою қаймағын асыға асап, Арман мектепке баратын жолмен жүгіре жөнеді. Жүгірмесе де үлгеретін еді, перизатпен жолы тоқайласып қаламы деп үміттенді. Әдетте ең соңғы болып өлетін үміт баланы алдамады. Жарты жолға жеткенде келесі тұйық көшенің бұрышынан Перизат көрінді. Арман сыныптасынан тезете жақындады. Сәлем, Перизат деп саңқ етті. Сәлем, сен күнде осылай ерте шығасың ба? Перизат алғашқы кезегідей емес, үйренісіп қалғанын байқатып, сұрағын сығырайтты. Иә, ерте тұрған жігіттің ырысы артық деп айтпаушы еді. Ертерек барсам, сыныпты реттеп, үй жұмысында қайталап үлгеремін. Арман өзінің бірінші сабаққа кешігіп келіп, күніне еден жуып, айып төлейтін заманын ұмытып кеткендей. Мен де кешіккенді жаным семейді. Одан да бұрынырақ барғанды ұнатамын деп Перизат екеуара бір ортақ қасиет тапқанына қуанып кетті. Үй жұмысың дайын ба? Арман көмектесуге әзір екенін байқатып, тым жылы сөйледі. Мен негізі ауызша сабақтарға шорқақпын. Тілімнің ұшындағыны жеткізе алмай қиналамын. Одан да алгебра, химия пәндері мен үшін оңайырақ деп қыз сырын ақтарды. Бұл ретте екеміз шығыс пен батыс сияқты тым кере қара екеміз. Менің сүйікті пәндерім қазақ тілі, қазақ әдебиеті, тарих, география. Шіркін, тек осы сабақтар ғана болса ғой біз мектепте. Кіленбеске оқыр едім. Арман армандап тұрып қыздан қалып қойды. Перизат, ренжіп қалдың ба? Мақтанғаным емес, менің осы пәндерге бейімім жақсы. Қажет болса саған көмектесейін. Иә, сені мақтаншақ па деп қалдым. Ал көмектесең бүгінгі өзің күткен 3 деген бағадан құтылар едім. Күнделігімді күнде тексеретін әжем 3 көрсе қатты ренжейдім. Перизат үйіндегі жайттан да аз-маз хабардар етіп, Арманды жәрдемге шақырды. Сынып бөлмесіне қатарласа кірген екеуі парталарына жайғасты. Арман тағы бір тілек туындысын дүниеге әкелуге кірісті. Сыныпта шу көтеретін оқушылар болмағандықтан, Арман мүлгіген тыныштықта теп-тез ұйқасты жолдарды жаза қойды. Бірінші тілек тілеңіз, денсаулық күтіп жүріңіз. Бірінші байлық денсаулық екенін үнемі біліңіз. Екінші тілек тілеңіз, адал досты көріңіз. Арам достан жиреніп, таза жолмен жүріңіз. Үшінші тілек тілеңіз, 3 бақытты тілеңіз. Мұқағали ақындай ел үшін өмір сүріңіз. Перизат парақты оқып шықты да, көшіруге қымсынғандай түр танытты. Сыныпта ешкім жоқ, екеумізден басқа. Кімнің кімнен көшіргенін тірі жан білмейді. Әрі мен өсек айтатын жігіт емеспін деп Арман сыныптасын қолдай жөнелді. Онда Арман, бүгіннен бастап мен саған математика сабақтарынан көмектесейін. Ал сен өзіңнің сүйікті пәндеріңнен қолдау көрсет. Достық ниетің болса әрине қабыл аламын. Ал алаған қолын береген деп есептесіп тұрсаң, онда ешбір алмасы болмайды. Мен күн үшін уақытша жүретін адам емеспін. Бар ойым бүгіннен бастап сабақтарды бір-бірімізбен толықтырып, достық демеу көрсету. Екі дос алғашқы бірлескен үй жұмыстарын аяқтай бергенде сыныпқа Алтынай мен Кербез кірді. Міне керемет. Бүгінгі таң тосын оқиғаның басталарын кім білген? Сабаққа кешігудің шебері Арман, менен ерте кетті. Алтынай ескі әдетінше тиісе сөйлеп, отырмай жатып, шашын тарауға сылауға кірісті. Перизат, сәлем. Екеуің ғана не істеп отырсыңдар?
өздерің тіпті сөйлеспейсіңдер-ау деймін. Дауыстарың мүлде естілмеді. Кербез партасына жайғаса бере күннің басты жаңалықтарын білуге асықтым. Перизат сөйлемесе де Арман аузына келген айта береді емес пе? Кербез екеуміз сыныпқа ешкім жоқ деп ойладық. Әйтпесе тыңдап қызыққа бататын едік. Алтынай айнасынан көз алмай өз көркіне өзі сүйсінді. Алтынай, Арманды текке жазғыра берме. Ол маған аузына келгенін айтпайды. Ойламаған жерден кесіп-пішіп сөйлеген Перизатқа сынып әкімі жалт бұрылды. Сен кімді жақтап отырғаныңды тіпті де білмейсің. Сен кеше ғана келдің. Оның қандай оңбаған екенінен қабарың жоқ. Мен сорма қарай 8 жылдан бері онымен бір сыныпта оқып жүрмін. Олай деме. Ол оңбаған болып, саған ештеңе істеген жоқ. Адамды ұзақ уақыт жүріп те тани алмай қателесуге болады. Керісінше, қысқа мерзімде жазбай тану да мүмкін. Арман аузын ашып Перизатқа сүйсіне қарады. Дос деген қиындықта танылады деп қай кітаптан оқып едім деп іштей таңданып та отыр. Арман, сен неге дауласа жөнелмей тып-тыныш отырсың? Сөзге Кербез араласты. Сөзімді досым сөйлеп жатқанда араласқаным артық болар, әрі қызбен салғасың ер жігітке тән қасиет емес. Байыпты сөйлеген Арманға Алтынай оқты көзімен ішіп жеп қарады. Достар, бірі сотқар, екіншісі ойын айтып жеткізе алмайтын мақау. Апама жездем сай. Сендер қашаннан бері доссыңдар деп Кербез сыныптастарына айтар төтенше жаңалығының жай-жапсарын білуге асықтым. Достықтарының қашанға дейін созыларын көреміз. Есептеменен тәуір шығармайтын шығарсың. Бір ғажап күні менен көмек сұрап келесің. Перінің заты. Сонда досыңнан бесіпте кетерсің. Алтынай алдағы күндерді болжап отырғанда сынып іші күндегі ду-дүрмекке толып кетті. Қоңырау соғылмай жатып, сынып бөлмесіне келіп алатын Раушан апай бүгінде сол дағдысынан жаңылмады. Алтынайды жанына шақырып, тапсырма беріп те үлгерді. Үй жұмыстарын барлық оқушылар қос параққа жазып берсін. Мен ол жұмыстардың үздігін аудандық басылым бетіне жіберемін деп мән-жайды түсіндірдім. Оқушы жұмыстары ақ парақтарға ақтарылып, сынып басшысының қолына тиді. Сәлден соң бір бума ақ қағаз ұстаздың алдында жатты. Қазақ әдебиеті сабағында Арман қазіргі заманда шешен адамдар бірлі жарым деген көзқарасты ұстанып, қызу пікір таластырды. Бұған қарсы үн көтерген Алтынай мен Кербез өздерін шешен ретінде ұсынып, ойларын дәлелдеп бақты. Жайына келіп, тыңнан қосылып, дәйек келтіргенде пікір сайыс өз мәресіне жетіп те қалған еді. Раушан апай тек бақылаушы ғана болып отырған орнынан көтеріліп, сабақтың нүктесін қойды. Екі топтың тақырып қорғау шеберліктерін тіпті сырт көздің өзіне анық аңғарылып тұрды. Арманның тобы дәлелдерді тарих түкпірінен, ұлы адамдар өмірінен алып, көркем шығармаға, ішкі қағидаға бай екенін білдірді. Алтынай тобы жалаң мен деген мәлімдемеден аса алмады. Сондықтан бүгінгі ой жарысының жеңімпаздары Арманның тобы. Жеңістерің құтты болсын. Ұстаз сөзі Арманды қияларға самғатты. Бұл баланың өзімшілдікке ұласар орынсыз мақтаншақтығы еместін. Ол өзімен бір пікір ізін ұстанған достарына ризашылыққа толы көзқараста қарады. Осы сәт Кербез Алтынайға қарашы. Арман ыршиып күлген кезде арық маймылға ұқсап кетеді деп сыбыр етті. Пікір таласта сынып әкімі әрі оқу озаты бола тұра жеңіліп, ашу айдаһардай ысқырып тұрған Алтынайдың бұл сөз аса тыныштандыра қоймады. Қабағы түйілген басшы қыз әуселеңді алгебрада көремін деп Арманға ала көзіне қарады. Арман бұл суық қабақты аңғармай қалмады. Ұстазы мен достарының қошеметінде жаны жадырап, шешендігі ширыққан балаға ұйқасты жолдар өзі орала кетті. Ешкімге айтпай, жүрегінде қалдырған жолдар мынау еді. Қабақ тарай, қатулы кейде қарайтын, кейде тіпті айыптап қалыс дұшпанға балайтын. Қабақ тарай, жайнап кейде
жайнап жылы қарайтын, баурап мөлдір сезіммен дос құрбыға балайтын. Ойы көкірегінде қала берген арман өмір атты мұхитқа әлі талай ызғарлы жүздер мен ыстық ықыластарға тап болатыннан бейхабар күйде сыныптан жайраң қағып шыға бердім. Осы кезде Алтынай Кербезді жанына шақырды. Оған Диас келіп қосылды. Арманға қатысты кішігірім жоспар құрды. Алтынайдың жоспары мынау еді. Арманның орындығына ұсақ инелерді шашып тастау керек. Қоңырау соғылмай сыныпқа кірмейтін Арман алгебра пәні басталарда ғана орнына жайғасады. Сол сәт ол сынып әкімінің қарғысына ұшырап, Жібек ұстаздың алдында да абыройдан жұрдай болмақ. Диас жоспарды жүзеге асырды. Алтынай сыныпты тазалаймыз деген желеумен барлық оқушыларды тысқа шығарып, тек Кербезді қасынан қия бастырмады. Алгебра сабағы басталғанда сынып бөлмесінің ауасы тазарып, жарнамаларда үздіксіз көрсетілетін тазартқыш құралдардың әсерінен кейінгі сәттегідей ұқыптылық сән-салтанат құрып тұрды. Жібек мұғалима бұған риза болып, оқушыларды көп кідіртпей отырғызды. Арман орнына отыра беріп, бүй шағып алғандай бар даусымен айғайлап тұра келді. Тілазарлығы мен жалқаулығы мен Жібектің сол көзіне әбден түскен Арманның бұл қылығын ұстаз әрине қияңқылық деп түсінді. Шорманов, бүгінгі сабақты сенің қызықсыз қойылымдарыңсыз бастасам деп едім, деп түнерді ұстаз. Апай, Арманның орындығына әлдекім ине шашып тастапты. Әне, бір-екі ине шалбарында ілініп тұр деп Перизат жаны аши жыламсырай дауыстады. Не дейсің? Енесі несі тағы? Бұл бәрені бастап жүрген қайсың? Жібек Арманның жанына таяп келіп, оқушы сөздің анықтығына көзін жеткізді. Сыныптағы 4 көз түгел Алтынайға қадалдым. Бәрін сыныптан шығарып Кербез екеуі ғана қалды емес пе? Олардан өзге сыныпта тірі жан болмаған. Айтпақшы, Диас кіріп шығып әбігерге түсіп жүрген. Жайна өтірікке адам аштырмайтын шыншыл мінезімен орнынан атып тұрды. Бұл Алтынайдың ісі. Мана қазақ әдебиетінде жарыста Арманнан жеңіліп, өзінше есе қайтарған түрі ғой. Сен не білесің? Дәлелің бар ма? Деп Алтынай ақпын деп ақтал айналасындағыларға араша сұрады. Жібек ұстаз уақытын текке өлтіріп қоятын мұғалімдер санатынан емес. Математик қой оның үстіне. Әр секундтың құнын жақсы білетін мұғалім дереу шуды тоқтатып, сынып жетекшісін шақыртты да сабағын жеделдесе бастап кетті. Бекзат сабақ соңында мәселенің ақ-қарасын анықтамаққа уәде берді. Апай, мен үй жұмысын орындап келдім. Тақтаға шығарып бере аламын. Бұл шаншылған инені намысының түйреген деп білемін. Намысты қолдан беретін жігіт мен емеспін. Арман болған жайдан өзінше бір сабақ алып, тақтаға шығуға құлшынды. Ұстаз таңданысын жасырмай, адам өзгерем десе, бірақ сәт екен ғой деп айтып қалды. Арманның дегені болды, тақтаға шықты. Кеш бойы Перизаттың бірнеше қайтара түсіндіруімен өзі зорға үйренген есепті тақтаға жаза бастады. Мұғалімнің айтуында миына кірмей қойған есептің шешілу жолы құрбысының баяндауында сондай қарапайым ойға оралымды болатын. Арман артына жалтақтамай есепті шығарып нүктесін қойды. Шорманов, сен мені бүгін тіптен таңдай қақтырдың. Енді осы есепке қатысты ережені айтшы. Ұстаз жіті сынауын қояр емес. Ереже айтылып, сын аяқталды. Орнына жеңімпаздай жайғасқан Арман Перизатқа қарап еді. Оның екі езуі жайылып, құлағына қарай кетіп қалыпты. Шіркін, достық десеңші, бүкіл сыныпты математикаға деген тосын қабілетімен таң қалдырған Арман сабақ соңында күнделігіне 4 деген бағаны төңкеріп алып, үзіліске асықпай шықты.